Ассалаумағалейкум, сендермен барс. Бүгін сендермен қалай өзіміздің проектімізді ашуды үйрететін боламын. Бұл бірінші бөлім. Біз ең алдымен поисқа кіріп 0306-224 деп іздейтін боламыз. іздеп болғаннан кейін осы мод бар сызу деген шығады. Тартып алып файлы менеджерге кіріп, үстідегі ящикті басып, загрузкіге тастайтын боламыз. Және біз өзіміздің хостингке кіріп, өзіміздің серверді ашамыз. Любой хостинг бола береді. Үйден алған ақша емес тәрбиеміз, өмірдегі ең үлкен жетістік. Досым, жаныңда ғой досым, сынақтардан табылар, көрместе сағынар, биік қояр досым. Ашылғаннан кейін өзіміздің FTP-ға кіріп, выключить дегенді басамыз. Және обратно FTP-ға кіреміз. FTP-да біз өзіміздің IP және логин парольді копировать етіп аламыз. Және файловый менеджерге кіреміз. Және удаленные службы, давайте удаленные все, осы жерде FTP, IP-ні жазамыз. FTP таңдаймыз және логин пароль. Досым, сені жақтаймын, достың туын досым, жүрегімде сақтаймын. Досым, алда өмір қаласы, достығымыздың бұзылмасын арасы, қалаған шемес. Жерде сарп ақылын бәрін удалить етеміз. Байдың баласы. Досым, жаныңда ғой досым, сынақтардан табылар, көрместе сағынар, биік қояр досым. Кейін біз өзіміздің модымызға баратын боламыз. Ол мод загрузкада болады. Мен осы жерде барлық сарп ақылдарды копировать ете аламыз. Және өзіміз FTP-ға кіріп, ставить ететін боламыз. Біздің FTP-ға түсеміз дегенше, біз бұл жерде скриптті басып, модымызға кіріп, сервер кф-ға кіріп, осы жерде GameMod 0-ді блограша 1-ді копировать етеміз, және плагинстан барлығын копировать ететін боламыз. Өзіміздің хостингға кіріп, сервер кф-ға дегенге барамыз. Осы жерде біз GameMod 0 дегенді осы жерде удалить етіп, блограша 1-ді қоямыз. Плагинсқа өзіміздің копировать еткен заттарымыз қоямыз. Және сохранить кнопкасын басамыз. Және MySQL-ге кіріп, база данныхқа пәстегі логин және имя добы және парольді копировать етіп, YT кнопкасын басамыз. Осы жерде біз оң жақтағы кнопканы басып, импортты басып, выбрать файлды басамыз. Файлы және сол жақта үстіндегі 3 сызықты басамыз. Және загрузки өзіміздің модымыз таңдап, бұда SQL-ді басатын боламыз. Және вперед кнопкасын басамыз. Менде бәрі сәтті өтті, және біз QGedit'қа кіріп, өзіміздің сол жақтағы сызықтағы внутренний памятьті басып, осы жерде өзіміздің модымызға кіріп, және GameMods'қа кіреміз. Және блограша PVN. Және пәске түссе, осы жерде бізде сервер неймін жазамыз. Яғни қана ойындағы сервер аты. Дәл қазір сендерге мен Дидар жайлы информация осы сервер неймнің қасына жазатын болам. Және бұл жерге өз қалаған серверіңізді қойсаңыз болады. Және жерде сервер сайт, VK, Telegram жазып қойсаңыз болады.
юзер мен паспорт деген ол біздің хостингтегі MySQL'дегі логин мен пароль копировать ете аламыз, обратно өзіміздің QGitқа кіріп юзер дегенді қойып, одан кейін паспорт деген жерге өзіміздің паролімізді қоямыз. Оң жақтағы төрт бұрыштаны басып сақтаймыз. Және өзіміздің экзегорға кіріп создать етіп, осы жердегі 3 кнопканы басып, ең бірінші басамыз. Осы жерде біз өзіміздің өз модымызға кіріп, Pavno экзені басатын боламыз. Және ол жерде біз өзіміздің сары папкаде кнопканы басамыз. Және ол жерде біз өзіміздің Pavno'дан модқа кіріп, Game Mods'қа кіреміз. Бұлай қараша PVM басамыз. Және ол жерде көк кнопкадағы play кнопкасын басамыз. Бұл жерде компиляция болады, ұзақ уақыт болады. Және бізде осы жерде осылай шыққаннан кейін ең басындысы, сіздерде егер error болса, сізде қате бар, ал егер сізде warning болатын болса, сізде бәрі дұрыс болған деген сөз. Бұл жерден біз шығып кетіп, обратно өзіміздің модқа кіреміз. Осылайша біз Game Mods'қа кіріп, копировать етіп, былай қараша PVM-мен, былай қараша AMX-і және FTP-ға кіріп, Game Mods'қа кіріп, вставить кнопкасын басып, осы жерде перемет custom file және перезаписать басамыз. Және осымен бізде барлығы аяқталды. Келесі бөлім бізде лаунчермен болатын болады. Сонымен келесі видео 50 лайкта шығатын болады. Ал всем давайте, сендермен болған Барс. Всем удачи.